Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ажырамай пісетін өте дәмді тефтеридің жасалу жолымен, құрамымен бөлісетін боламын. Қажетті заттардың грамдарын описанияда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен тартылған етімізге ұсақтап туралған пиязымызды, күрішімізді, жұмыртқа, тұз бұрышымызды салып, жақсылап илейміз. Кем дегенде 5-10 минут көлемінде жақсылап араластырып илеуіміз қажет. Сонда ғана біздің тефтериіміз өз формасын ұстайтын болады. Қажетті заттардың тізімі, граммы барлығы видеоның астында описанияда толық жазулы тұр. Барлық массаны біртекті етіп илеу өте маңызды. Жақсылап мыжғылау қажет. Он минут көлемінде жақсылап мыжғылап илеп алдым. Байқасаңыздар, жақсылап иленген етімізде пиязымыз білінбей қалады. Келесі кезекте шариктерімізді жасайтын боламыз. Жасалу барысында ешқандай қиындықтар туындамайды. Құрт илегендей, дөңгелектегендей жасап ала береміз. Тефтериіміздің көлемі өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Үлкендеу етіп жасаймын десеңіз, үлкен, кіші жасаймын десеңіз, кішілеу етіп жасай берсеңіз болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жасай бересіз. Барлық етімізді дөңгелектеп жасап алғаннан соң, бірден қолдана берсеңіз болады, немесе мұздатқышқа салып, қатырып, сосын қолдансаңыз да болады. Егер сіз мұздатқышқа қатыратын болсаңыз, оны қолданар алдында ерітіп, ештеңе жасаудың қажеті жоқ. Мұздатқыштан алып, мұз күйінде салып, пісіріп ала бересіз. Міне, менің тефтерилерім дайын. Тефтериді өзіңізге ыңғайлы түрде пісіріп ала берсеңіз болады. Алдын ала зажарка дайындап, немесе мен сияқты суға картопты салып, қайнатып алғаннан соң пияз және де дайын салатты салып, бір қайнатып, үстіне тефтериді салып пісіріп алдым. Тефтерилер 30-40 минут аралығында пісіп шығады. Міне, менің тефтерилерім пісті. Ешқайсы ажыраған жоқ, барлығы өте әдемі, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтындығына сенімдімін. Барлығы толық піскен. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтындығына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын.